Сәлем оқырман, біз бүгін өте керемет дәмді қытырлақ болып шығатын кефаль балығын қуыруды үйренеміз. Алдымен кефальді тазалап жуып аламыз және осындай бөліктерге бөліп аламыз. Бөліп алғаннан кейін олардың әрбір бөлігін ортасынан тағы да бір бөліп шығасыздар. Балықты турап болған соң су құямыз, оның үстіне тұз салып, жақсылап араластырамыз. Жарты сағатқа тұзы сіңгенше қоя тұрамыз. Балығымыздың тұзы сіңіп болғаннан кейін жан жағын ұнға бұлғап алып, қуыратын боламыз. Балықтарды ұнға бұлғап алдық, енді табаға май құйып қыздыратын боламыз. Май қызғаннан кейін балықтарды салып, қызарғанша қуырамыз. Бірінші бір жағы қызарып бастайды. Егер бір жағы қызарып бастағаннан кейін аударып, екінші жағын қызартып қуырып алсаңыздар болады. Жан жағы қызарып бастайды, сол кезде екінші жағына аударсаңыздар болады. Екі жағы бірдей қызарғаннан кейін балықтарымызды майдан түсіріп алатын боламыз. Өте керемет дәмді қытырлақ болып шығады. Қонақтарға осылай бетіне жуамен әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Видео ұнап жатса каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Сіздермен салтанат ас болсын.